Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арайлым, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге қарапайым тещин язык деп аталатын салаттың рецептісін ұсынатын боламын. Видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Бізге ең алдымен баклажан қажет болады. Баклажандарымызды жақсылап жуып, суынан сүртіп алғаннан кейін пышақтың көмегімен домалақтап кесіп алатын боламыз. Әрбір кескен бөлігіміздің қалыңдығы қатты қалың емес, қатты жұқа емес, дәл видеода көріп отырғандарыңыздай кесіп алсаңыздар болады. Кесілген баклажандарымызды таза, құрғақ, шұңғыл ыдысымызға рет-ретімен салатын боламыз. Бірінші видеода көріп отырғандарыңыздай салып шығасыздар дағы. Әрбір салған қатардың ортасына тұз себетін боламыз. Барлық баклажандарымызды салып, қатар-қатар араларына тұз себетін боламыз. Ешқандай судың құюдың қажеті жоқ. Осылайынан шамамен 30-40 минутқа бөлме температурасына қойып қойсаңыздар, баклажанның қышқылы өзі шығады. Уақыт өткеннен кейін қызып тұрған табамызға баклажандарымызды екі жағын алмастыра отырып, қызартып, қуырып алатын боламыз. Барлық баклажандарыңызды қуырып алғаннан кейін ортасына жағатын соусымызды әзірлейміз. Соусқа бізге қажетті заттар майонез және 1-2 тіше сарымсақ, яғни чеснок қажет болады. Майонезімізге чесногымызды үккіштен өткізіп, немесе мен сияқты арнайы престен өткізіп, жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің соусымыз әзір. Енді салатымызды жинаймыз. Оған біз жаңағы қуырылған баклажандарымызға жақсылап соусымызды жағамыздағы, үстіне орташа қалыңдықта туралып алынған, кесіліп алынған қызанақтарымызды қойып шығамыз. Барлығын рет-ретімен қоямыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша безендірсеңіздер де болады. Мен кішкене салат жапырағын қойдым және де бетіне кунжут септім. Видеоны менімен бірге соңына дейін қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Ас болсын. Сіздермен бірге болған Арайлым. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.